Сәлеметсіңдер ме балалар? Ересек топқа дәстүр еліне саяхат атты тақырыпта ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін өткіздім. Сабақ ойын саяхат түрінде еді. Біз кең дала. Салт дәстүрге байдала. Ата сөзін тыңдаймыз. Ізетті бала боламыз. Балалар қазақ халқының салт дәстүрлерімен танысып, әр аялдамада түрлі тапсырмаларды орындады. Бесік әлем аялдамасы. Тыңдап көрейікші, қандай ойын естіліп тұр екен? Бесік әлемі аялдамасында ананың мейірімін сезініп, бесік жырын тыңдады. Қандай ойын естідіңдер? Бұл ананың бесік жыры. Ол баласына әлди айтып, жақсы тілек айтады. Балалар жырын білесіңдер ме? Қане айтып көрейікші. Әлди, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, ойын ойнап жіберейік балалар. Бізде бұл бесік. Бесікке керекті жабдықтарын жинауымыз керек балалар. Балалар, бұл не екен? Кім біледі? Бесік жапқыш балалар. Бұл қажет пе? Жарайсыңдар. Бұл шүмек. Бұл бесікке қажет пе? Жарайсыңдар. Балалар. Машина бесікке қажет пе? Жарайсыңдар. Сендер бүгін ананың мейірімін сезіндіңдер. Мен сендерге қызыл кілт, мейірім кілтін бергім келіп тұр. Ол жылы жүректі балаларға беріледі. Бізде екінші аялдама тұсау кесу аялдамасы екен балалар. Балалар, бізде қазақта бала 1 жасқа толғанда Тұсау кесу аялдамасында жіптен қос аяқпен секіру арқылы өздерінің жақсы қасиеттерін айтып, ақ жолдан секіріп өтті. Жолы ақ болсын деп ойын ойнап жіберейік. Балалар, ақ жол ойынын ойнаймыз. Біз мына ақ жіптен қос аяқпен секіру арқылы өзіміздің жақсы қасиеттерімізді айтамыз. Мен еңбекқормын. Келе ғой, Айназик. Жарайсың, тұра ғой мен жерге. Келе ғой. Мен ананы әкемнің көмекшісі. Жарайсың, келе ғой. Мен суретті жақсы салам. Жарайсың, келе ғой. Мен мейірімдімін. Жарайсың, келе ғой. Музыкада жақсы ойнаймыз. Жарайсың, келе ғой, Айназ. Мен бесім. Жарайсың, келе ғой. Бес атылым. Жарайсың, келе ғой. Мен анау көмектес керек. Жарайсыңдар балалар. Бүгін сендер жақсы жолмен жүрдіңдер. Мен сендерге ақ кілт бергім келіп тұр. Адалдық кілті бұл балалар. Айлин, ала ғой. Балалар, сендер шаршаған боларсыңдар. Бір сергіп алайықшы. Домбыраның үні бар, әнге толы біздің жар. Қымыз ішіп күш алам, күні бойы ән салам. Ата сөзін тыңдаймыз, ақылына жүгініп. Қол алысып аманда, жақсы сөз айт әрқашан. Қазақ баласы осындай мейірімге толы жан. Жарайсыңдар балалар. Бата бұлағы аялдамасын қазақтар бата беріп, жақсы тілегін айтады. Бата бұлағы аялдамасында жылы сөздер айтып, бір-біріне ізгі тілек білдірді. Сен ақылдысың. Сен мейірімдісің. Сен батырсың. Сен әдемісің. Сен сұлусың. Сен сыпайысың. Апай, сіз бәрі етесіз. Жарайсың. Балалар, бүгін сендер бір-біріңе жылы лебіздеріңді айттыңдар. Балалар, мен сендерге құрмет кілтін бергім келіп тұр. Ол сыпайы балаларға беріледі. Балалар, келесі аялдама қонақжай ауылы аялдамасы. Балалар, қазақта қонақ келсе,
ал қонақжай ауыл аялдамасында сыпайылық пен қонақжайлықты көрсетті. Кім қонақ болғысы келеді? Олай болса, кеттік екіге бөлініп, ойнайық. Уалейкум ассалам. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Төрге шығыңыз. Отырыңызда. Әнден отырыңызда. Жылағыңызға рахмет. Астанды болды. Көп рахмет. Жарайсыңдар балалар, бүгін біз сюжеттік рөлдік ойын арқылы қонақты қалай күту керек екенін білдік. Енді сыйластық кілтін мен Асланға бергім келіп тұр балалар. Ала қоясың. Балалар, бүгін сендер көптеген аялдамалардан кілттер жинадық. Балалар, неше кілт жинадық? Жарайсыңдар, ендеше кілттеріңді маған бере қойыңдар. Сандығымызды ашайық. Сабақ барысында акты ойын және дамыта оқыту технологиялары қолданылды. Балалар белсенді қатысып, 4 түрлі кілт арқылы дәстүр қазынасын ашты. Сабақ соңында балалар мейірім, адалдық, сыйластық,